Халықтың қасиетін кетіретін үш нәрсе бар, және ол үш нәрсені жоқ қылады. Ғалымдар мен қарттарды сыйламаушылық кісінің келешегін жояды. Елді басқарған өкіметті сыйламау ел ішінің бірлігін жояды. Асты күтпей ысырап ету берекені кетіріп ашуға апарып соғады. Әркімнің ішкі нұр сәулесінің үш аты бар. Ол еңбекқорлық, жақсылық, кішіпейілділік. Бүгін сағы сынды деп жақсыны басынба. Қиын қыстау күн туса, сол табылар қасыңнан. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Тау мен тасты су бұзады, адамзатты сөз бұзады. Адамның айтқан мың сөзінен гөрі жасаған бір ісі оның қандай екенін көрсетіп береді. Күлімсіре, жұмсақтық таныт. Адам кейде бір ауыз жылы сөзге зәру болуы мүмкін. Жақсының соңынан көп ереді, жаманның соңынан шөп ереді. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе. Аспанға қарай оқ атсаң, қайтып тиер көзіңе. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Жақсылықты есеппен жасама, рахмет күтпе, жақсылығыңды міндет етпе. Алла жолында не берсек те, қандай қайыр жақсылық қылсақ та, сөзсіз ол өзімізге қайтады. Ол Алланың уәдесі. Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай. Батырмын деп мақтанба, барып қайтпай. Ең үлкен қиындық күту. Ең бастысы өзіңізге өзіңіз өтірік айтпаңыз. Біз бұл өмірге қонақпыз. Бір күні біз ешқашан оянбайтын күн келеді. Сондықтан әрбір сәттің қадірін біл. Кейде өткен өмірі нашар болған адамдар ең көркем болашақты құрады. Дым бермесең түк алмайсың. Сені ешкім сүймесе, ол бақытсыздық емес. Бақытсыздық өзің ешкімді сүйе алмауың. Ақшаға сатып алатын заттар өмірдің ғажабы бола алмайды. Бақыттың мәні не деп іздесеңіз, ешқашан бақытты болмайсыз. Өмірдің мәнін іздесеңіз, ешқашан өмір сүрмейсіз. Абайлап сөйле аузыңа, дұшпанның бірі тіл деген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр зіл деген. Алауға қанша отын салсаң, сонша жылу қайтарады. Адамдарға қанша мейірімділік жасасаң, Алла сонша жақсылық қайтарады. Қызыл гүлге қызығып сайраған бұлбұл гүл, соларын білгенде зарламай қайтсын. Сақ адам сандығын бекіте алады, есті адам тілін тыя алады, бірақ ешкім ойын тыя алмайды. Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек. Адам топ әскерді алдап, өлімге апара алса да, өзіне зұлымдықты қойғыза алмайды. Өтіріктен тілін тыя алмаған адам, арамдықтан ындының тыя алмас. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Ақылды адам ертеңгі күнін ойлайды. Ақылсыз адам бүгіндікпен ойлайды. Егер өмірден шаршасаңыз, онда соқырға көзіңді, мылқауға тіліңізді, саңырауға құлағыңызды беріңіз. Сіз бағаламаған нығметтерді олар аңсайды. Алдымен өлшеп ал, сосын кес. Алдымен ойлап ал, сосын сөйле. Алдымен түсін, сосын әрекет ет. Егер сізге қиын кезде ешкім хабарласпаса, жақсы кезде тұтқаны көтерудің қажеті жоқ. Басыңа сынақ түскенде дұшпаныңның айқайлағаны емес, досыңның үндемегені жаныңа батады. Егер адам көпшілік жерде аз сөйлеп, көп тыңдаса, демек ол психологиялық тұрғыдан мықты болғаны. Себебі ақылды адам әр сөздің оңды-солды шашып, басына қиындық тудырмайды. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар.
Егер адам көп өтірік айтатын болса, ол өзіне деген сенімсіздік белгісі. Ал егер адам көзге көрінуге тырысса, демек ол бала күнінде мейірім мен махаббатқа аз бөлінген деген сөз. Ал егер адам болмашы нәрсеге жылай берсе, демек оның жүрегі таза, өзі де мейірімді болғаны. Егер адам қиналғанға қол ұшын созса, олардың үнемі қолдауға жақын болса, демек ол өзі де сондай қолдауға мәжбүр екенін білдіреді. Бірақ өкінішке қарай, көпшілік оның жағдайын түсіне бермейді. Себебі мұндай адамдар қиналғанын ешкімге айтпай, іштен тынып үйренген. Егер адам шамадан тыс ұйықтай беретін болса, онда ол бақытсыз. Егер адам болмашы нәрсеге күле беретін болса, онда ол жалғыздық шырмауында. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.